Торпақтар қызғаншақ, шаяндар өкпелегіш. Жұлдыз жорамал бойынша негізгі кемшіліктеріңіз қандай? Астрологтар әр жұлдызнама белгісіне тән қасиеттер бар екенін айтады. Жұлдызнама белгілерінің бойындағы кемшіліктерді назарларыңызға ұсынамыз. Тоқты. Тоқтылар өте төзімді жұлдызнама белгісі, сондай-ақ олар мақсатына ұмтылады. Бірақ жиі мақсатына жетер жолда кедергілерді көре бермейді, ал оның жақын достар және туыстар екеніне қарамайды. Тоқтылардың көңіл-күйі жоқ кезде және ойындағысы жоспардағыдай жүрмей жатырған кезде алдына түспеген дұрыс, себебі олардың ең басты кемшілігі агрессия мен өз-өзін ұстай алмауы. Торпақтар мәнсап бойынша жетістікке ерте жетеді. Олар жылдан жылға алдына қойған мақсатына жетуге бейім, себебі еңбекқор жандар. Олар капиталды сақтай алады, жинай алады және көбейте де біледі. Алайда бұл белгі өкілдері көбінесе қызғаншақ келеді. Егіздер. Бұл жұлдызнама белгісінің өкілдері тумысынан ақ белсенді және қызыққұмар. Олардың қызығушылығы мамандығын, араласатын ортасын және хоббиін жиі ауыстырып отыруға итермелейді. Олар жаңа шарттарға жылдам бейімделіп кетеді, сондай-ақ жаңа достарды тез табады. Егіздер көңілді және өзіне баурап алатын жұлдызнама белгісі, бірақ оларға құпияларыңызды айтып бөлісудің еш қажеті жоқ, себебі егіздер қызба мінезді. Шаян өте интуитивті жұлдызнама белгісі. Шаяндар өнерді өте жақсы сезінеді және шығармашылықтың адамдары. Алайда олар көп ренжиді. Олар сіздің кез келген көңіл күйіңізді сезеді және кездейсоқ айтып қалған сөзіңізді болмаса, қалжыңыңызды өзіне жақын қабылдайды. Арыстандар өз қателігін ешқашан мойындамайды. Оған қоса, олар басқаларға талапты көп қояды. Алайда арыстанға кішкентай болсын сын айтсаңыз, оның жауын айналып шығасыз. Сондай-ақ арыстандар өте өзімшіл, алайда олар шынымен де таңдануға лайықты. Бекештер бәрін бақылауда ұстайды, сондай-ақ олар басқаларға да талапшыл. Олар өз үйлерін тазалықта ұстайды және қонаққа барған үйінде реттегісі келіп отырады, немесе сізге сол жайлы тұспалдап айтады. Таразылар туа біткен эстеттер. Олар әдемі және эксклюзивті заттарды, стильді, лайықты жерлерді, шығармашыл адамдарды өте жақсы көреді. Таразылардың кемшілігі жоқ десе де болады, себебі олар ешкіммен сөзге келе бермейді және ақылды жандар. Алайда олар бәріне ұнағысы келіп тұрады. Сондықтан олар жанжалдасушы екі жақтың бір жағына шыға алмайды. Соның салдарынан олармен қарым-қатынасы бұзылуы мүмкін. Таразылар әдемі заттарды ұнатады. Сол үшін кейде соңғы ақшасына дейін өзінің ұнаған затын сатып алуға дайын. Саршаяндар басқа адамдарды басқармаса, олар оны басқарады деп санайды. Сол үшін де оны болдырмас үшін түрлі қолжетімді әдістерді пайдаланады. Егер саршаянның жауын айналсаңыз, ол сізді аямайтынын біліңіз. Саршаяндар секілді қу және қауіпті дұшпан жоқ шығар. Мергендер сізден ештеңені жасырмайды, себебі олар мүлде өтірік айта алмайды. Олардың тік мінезін басқалар кейде дұрыс түсінбей қалады. Онымен қатар мергендер кең ойлайды және жиі детальдарды жіберіп алады, сондықтан басқаларға олардың ойы шашыраңқы болып көрінуі мүмкін. Мергендер жалықтыратын іспен айналыспайды. Олар бұл жайлы сізге ашығын айтып кетіп қалады. Тәуешкілер өте еңбекқор және жинақы. Салмақтылық олардың визитная карточкасы сияқты, сондықтан олар басқаларға суық және үнемшіл болып көрінеді. Тәуешкілер адамға өтірік күліп қарай алмайды. Жалпы олар эмоциясын көрсетуден қиналады. Мейірімсіздік олардың басты кемшілігі. Суқойғыштар ерекше идеяларға толы және әрқашан жаңа әсерлер іздеп жүретін жандар. Оларды бір жерде ұстап отыру өте қиын. Олардың даралығын басқалар түсіне бермейді. Жиі қиялшыл және біртүрлі деп санайды. Бұл белгі өкілдерінің табиғи қулығы бар. Олар өздерінің бұл қасиеттерін мақсаттарына жету үшін жиі қолданады. Балықтар. Олар өте эмоционалды жандар. Өз эмоциясын жасыра алмайды, сондықтан олар әркез бірдеңеге көңілі толмайтындай көрінеді. Сондай-ақ балықтар жалқау келеді. Құрметті көрермендер, сіздер өздеріңізге берілген ақпараттармен келісесіздер ме?
Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.